Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Анар. Бүгін құрамы 3 қана заттан тұратын жеңіл салаттың түрін жасайтын боламыз. Бізге керегі алма, консервідегі жүгері және де қайнатылған жұмыртқа қажет. Ең алдымен алманы аршып, оның ішіндегі ұрықтардан тазартып аламыз. Алманы таңдаған кезде міндетті түрде алманың дәмі тәтті болу керек, қыздар. Сонда салатымыз жақсы шығатын болады. Егер қышқыл алма таңдасаңыздар, онда салаттың дәмін бұзып тұратын болады. Мінекей қыздар, видеодағыдай алманың ішіндегі бүкіл ұрықтарын осылай тазалап аламыз. Одан кейін мінекей осылай ұзынша қылып, жіңішке қылып турап шығамыз. Ал жұмыртқаны болса, керісінше кішкентай кубиктерге бөліп тураймыз. Мен бірге сарысы мен ағын қосып турадым. Егер қаласаңыздар, ішіндегі сарысын бөлек, сыртындағы ағын бөлек, жеке-жеке турасаңыздар болады. Соңында жүгеріні салып, барлығын 2 қасық майонезбен жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей қыздар, салат дайын болды. Дәмі өте жеңіл, нежность деген атына сай болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Одан кейін міндетті түрде пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Менің каналыма жазылып, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.